Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. АК-79 менің жерімнің тарихы атты YouTube каналына қош келдіңіздер. Қазақ халқының өз территориясын ғана емес, ұлы даладағы өз орнын сақтап қалу үшін батыл күрес пен ерлікке толы керемет тарихы бар. Бірақ өзінің теңдесі жоқ ерлігін қазақ халқы ешқашанда бөтен жерлерге көз жүгіртіп, бірінші шабуыл жасап көрмеген. Керісінше, қазақтың жеріне көз алайтқандар көп болып, қазақ елі тек қорғанумен болды. Бұл өзін-өзі сақтау үшін күресте қазақ халқы өз қатарынан көптеген әскери қолбасшылар шығарып, тарихта батыр халық деген атаққа ие болды. Ал қазірше, бүкіл тарихы батырлық пен ерліктің үлгісі болған, бүкіл мәдениеті жауынгер қорғаушыларды тәрбиелеуге бағытталған, қазіргі қазақ халқы өз мәдениетін, тілін және жерін сәтті қорғай алмайтын, күннен күнге әлсіреп бара жатқан халыққа айналып келеді. Әлсіреп қана қоймай, қазақ тіпті пацифистік халыққа айнала бастады. Бүгін менің бейнеролигімнің тақырыбы осы жайында болады. Алдымен пацифизмнің не екенін анықтап алайық. Алғашында пацифизм барлық келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге деген ұмтылыс ретінде түсіндірілді. Бірақ содан кейін ол бірте-бірте жаңа сипатқа ие болып, енді пацифизм кез келген қорлыққа немқұрайлы қарап, оны мойындау деген нәрсені түсіндірді. Яғни сені біреу ұрып жатса, оған қарсылық жасамақ тұрмақ, сен сол адамның құлына айнал деген ақыл кеңес секілді көрінеді. Міне бүгін біздің қазақ халқы осындай пацифизмге бой бұрды. Тіл, дін, тарих қорланса да, сол қорлағанға неғұрлым көбірек құрмет көрсету керек деп тәрбиеленген пацифист халыққа айналдық. Яғни, қандай қорлық болса да, әйтеуір соғыс болмаса екен, бізді кім тепсе де, сонымен бейбіт түрде келісейікші деген қорқақ халыққа айналдық. Бірақ тарихы батырлыққа толған қазақ халқы қашан қорқақ пацифистік халыққа айналып үлгерді? Менің ойымша, бұл үдеріс 18-ші ғасырдың ортасында қазақ жерлері Ресей империясының құрамына қосылғаннан кейін басталды деп ойлаймын. Өйткені оған дейін қазақтың батыр ұлдары өз туған елі мен жерін теңдесі жоқ жан пидалықпен қорғап, ешкімге бой бермей, қандай болмасын жауға сес бола алды. Ал Ресей империясының құрамына кіргеннен кейін қазақ өзінің елі мен жерін сырт көзден қорғауды орыс армиясы мен орыс бекіністеріне жүктеді. Міне тура осы кезде қазақ өзінің батырлығынан айырыла бастады десек те болады. Қазақтарға сендер малдарыңды бағып жүре беріңдер, соғысқа аттанып қайтесіңдер, біздің әскер сендерді қорғайды деген сылтаумен орыс патшасының әкімшілігі бірте-бірте қазақтарды жауынгерлік рухтан айырды. Орыс империясына батыл қазаққа қарағанда пендешілік пен өзінің қара басын ойлаған қазақ көбірек керек еді. Неге десеңіз, соғыстан қорқатын пацифист халық басқару әдістеріне өте оңай көнеді. Қазақ халқының орасан зор территориясы мен табиғи ресурстарын өз құзырында ұстау үшін Орыс империясы қазақтың батырлық рухын әлсіретіп, немесе толығымен жоюға ұмтылды. Сондықтан да қазақ халқы, қазақ мәдениеті, қазақ тілі, қазақтың салт дәстүрлері, даланың жаңа билеушілері, орыс шенеуніктерінің ең ауыр соққыларының нысанасына айналды. Осы жауынгер қазақ халқының пацифистке жасанды түрде айналуы туралы сонау 1920 жылы Тимофей Иванович Сидельников Владимир Ильич Ленинге жазған хатында ашық айтқан еді. Тимофей Иванович Сидельников жалпы өте көрнекті адам болған. Тегі жағынан Оренбургский казак болса да, ол Ресей империясының бірінші мемлекеттік думасы трибунасынан қазақ халқын қорғауға жатпай еңбектенген дара тұлға. Кейіннен Сидельников кеңес мемлекетінде жақсы мәнсап құралды. Бұл адам туралы толығырақ «Сделано в Казахстане» АК-79 арнасындағы менің лучший друг Ахмета Байтурсынова бейнеролигінен көрсеңіздер болады. Сидельников өз хатында былай деп жазды: «Все особенности современного киргиз-кайсацкого вопроса сводятся в сущности к одной основной причине. Киргиз-кайсаки не вояки. Раньше, лет 150-200 назад, они были настоящими степными рыцарями, которым не сиделось и не жилось спокойно, если не было драки.
Об этом свидетельствует их народная литература. Такие произведения, как «Ертарғын», «Қобыланды», «Алпамыс», «Қыз жібек» полны героических мотивов, описаний поединков и кровопролитных сражений. Однако с 1731 года, когда хан Абулқаир перешел в русское подданство, стало постепенно убывать и уменьшаться значение для киргиз-кайсаков войны как занятия и значение батыров как господствующего класса. Русское правительство при помощи казачьих линий замирило киргиз-кайсакскую степь окончательно. За последние 50 лет совершенно мирной и спокойной жизни киргиз-кайсакский народ стал практически пацифистом. Киргиз-кайсаки обабились, размякли психологически и забыли о тех временах, когда каждый род жил и кочевал как военный отряд. Отсюда объективно бесспорный вывод. Киргиз-кайсаки обречены на роль жертвы, которую будут пинать все. Ресей империясының башлығы тек діл мен дінге тиіп қана қоймай, қазақтың салт дәстүрі мен өмір салтына да қол сұға бастайды. Мысалы, бейбіт уақытта жауынгердің жаттығуларының бір түрі болған барымтаға тыйым салынды. Қазақтың теңге ілу, көкпар секілді батылдыққа тәрбиелейтін ұлттық ойындары тоқтатылды. Қазақ қыздары мен әйелдерін араңдату үшін қысқа етекті көйлек, ашық шашық жүріс насихаттала бастады. Негізгі функциясы әскери жорықтар мен армияларға басшылық ету болған хандар мен сұлтандар биліктен айырылып, олардың ұрпақтары жалдамалы орыс шенеуніктеріне айналды. Дәл сол сияқты батыр деген құрметті атақтың да позициялары әлсірей бастады. Егер 19 ғасырдың ортасына дейін батыр атағы ел мен халықты қорғаудағы ерекше жеке ерлігі үшін берілсе, кейінірек 1822-1891 жылдардағы патша реформаларының арқасында батыр деген атақ феодалдық атақтарының бірі ғана болды. Ежелден ел басқаруға қатысқан батырлар енді патша шенеуніктерінің қызметшілеріне айналып, қарапайым халықтың құрметінен айырылды. Бірте-бірте қазақ қоғамында батыр атағы мүлдем жойылып, олармен бірге батырлар дәстүрі де көз жұмды. Қазақтар арасында пацифизмді күшейтудің келесі кезеңі қазақтарға отырықшы өмір салтын насихаттау болды. Көшпелі өмір салты әрдайым қазақтарды әскери шеберлікке, төзімділік пен байсалдылыққа тәрбиелеген салт болған. Байлықтың негізгі өлшемі болған малын қорғау үшін әрбір қазақтың жігітінен орасан зор физикалық күш пен ептілік қажет еді. Сондықтан кез келген көшпенді қазақ туа біткен жауынгер болған. Мұндай батырлықтан сескенген орыс әкімшілігі қазақтарды әртүрлі сылтаумен отырықшы халыққа айналдыруға тырысты. Өйткені отырықшы өмірге көшкен қазақтар батырлық қасиеттердің бойларына сіңіруден бас тартып, батырлық қасиеттерді бойларына сіңіруді доғарып, егіншілік үшін ең керек басқа қасиеттер, еңбекқорлық пен шыдамдылыққа бет бұрады. Егер көшпенді қазақ бүкіл өмірін аттың үстінде өткізіп, жорықтар мен соғыстардың нәтижесінде байлығы түгел әйелдерінің өзін иемденген болса, егіншілікке мойын бұрған қазақтар өздеріне қажеттісін айырбастап немесе сатып алып отырды. Осылай міне, ұлттық жауынгер психологиясы әлсірей бастап, құлдық менталитет қалыптаса бастады. Әрі қарай қазақ халқының бостандық мен тәуелсіздікке деген ерік жігерін әлсірету үшін Қазақстанға отырықшы халықтар жаппай қоныстандырыла бастайды. Миллиондаған орыс шаруалары отырықшы өмір салтын насихаттап, нығайтып, бұл қазақтың жауынгерлік рухының төмендеуіне және батырлар дәстүрінің одан сайын құлдырауына алып келді. Сонымен бірге қазақ даласында қазақ тілінің позициясы әлсірейді. Орыс мәдениеті кеңінен насихатталып, қазақтың бай әдебиеті мен поэзиясы төмендетілді. Ана тілі жоғала бастағандықтан, бұл халық эпостары арқылы тәрбиеленген батыр дәстүрлерінің де біртіндеп қызықсыз болуына алып келді. Орыс тілін білмегендерге мемлекеттік қызметке жол жабылып, мәнсаптық өсу мүмкіндігі төмендейді. Қазақ даласында ашылған мектептер мен басқа оқу орындарының барлығы дерлік тек орыс тілінде білім берді. Ел мен халықты қорғау жолында жан қиярлықты насихаттаған ислам да өз позициясын жоғалтады. Қазақтар арасында біртіндеп атеизм орныға бастады.
Егер бұрын көшпелі жауынгер қазақ ұлы Құдайдан қорқып, өзінің құдіретті аманаты ретінде қараған туған жерін қорғау үшін бәріне дайын болса, енді қазақтар Құдайдың қаһарынан емес, патша билігінің қаһарынан көбірек қорқып, принципсіз, жемқор, қорқақ сатқындарға айналды. Сондай-ақ отандық тарихты зерттеуге деген қызығушылықтың төмендеуі қосылды. Интернационализм мен пацифизмге жақын басшылар ғана халық арасында насихатталып, қазақ үшін жампида болған батырлар халық жадынан ыждағаттылықпен жойылды. Нәтижесінде бүгінгі қазақтар Қабанбай, Бөгенбай және Наурызбай секілді үш батыр мен Төле, Қазыбек, Айтеке сияқты үш биді ғана біледі. Ал қаншама мыңдаған басқа батырлар, басқа билер, басқа даналар назардан тыс қалып, қазіргі қазақ жастары олардың аттарын білмейді. Кейіннен қазақ халқының батырлық рухын әлсіретудің барлық осы шаралары Ресей империясының қазақтарды әскери қызметтен алыстату реформаларымен толықтырылды. Бастапқыда қазақтарға аймақ қауіпсіздігі үшін деген сылтаумен атыс қаруын ұстауға тыйым салынса, кейінірек қазақтарды әскери қызметке тартуға тыйым салатын заңдар да қабылданды. Өмір бойы аттан түспей, жауынгер болып туылған қазақтар осындай саясаттың арқасында әскери шеберліктің қаһармандық дәстүрлерін ұмытты. Тағы да айта кететін бір жайт, орыс өкіметі қазақтың жүзге және руларға бөлінуін өзін қазақтарға қарсы пайдаланды. Әртүрлі ру мен жүзден шыққан қазақ көсемдері бір-біріне айтақтатылып, бір-біріне қарсы қойылды. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхановты Сәбит Мұқанов пен Сәкен Сейфуллиннің көмегімен кеңес өкіметі беделінен айырса, Сейфуллиннің өзі кейін Мүсірепов пен Мұхтар Әуезовтің бастамасымен құртылды. Осылайша қазақтың ақылдысы мен таланттары арасында бір-бірімен алауыздасып, бір-бірімен қырылысып, нәтижесінде жойылды. Қаншама қазақтың асылдары көздерін жұмды. Әрине, қазақтар өздерінің өміріндегі осындай жаһандық өзгерістермен келіспей, алғашында Орыс империясына, одан кейін кеңес үкіметіне қарсы бірнеше рет көтеріліске шығады. Бірақ үкімет олардың бәрін ең қатал шаралармен басып, көтеріліс басшыларының тамырымен, отбасыларымен бірге қосып, құртып жібереді. Сонымен қатар, далада саны жағынан ең көп болған қазақ халқының санын азайту үшін Ресей империясы мен кеңес үкіметі кейін Қазақстанда жасанды жолмен бірнеше рет жаппай ашаршылық кезеңін тудырды. Осы ашаршылықтардың нәтижесінде қазақ халқының саны кем дегенде 10 есеге қысқарды. Кейінгі тың жерлерді игеру, индустрияландыру, күштеп ұжымдастыру секілді реформаларда қазақтың ұлттық мақтаныш сезімін әрі қарай жоюға бағытталды. Міне осылай 200 жылдан астам тоқтамай жүргізілген саясаттың нәтижесінде бүгінгі қазақтар ұлттық намыстан айырылды. Қазақтар қонақжайлық пен бейбітшілік дәстүрлерін алдыңғы қатарға шығарып, батыр бабаларымен мақтануды доғарды. Ана тілін білмеу қазақтар арасында қалыпты жағдайға айналып, орыс және ағылшын тілдерін білу мәртебесі көтерілді. Сонымен қатар, қазақ халқының тарихын білмеуде дәстүрленіп, жеті атаны білмеу күнделікті нормаға айналды. Бүкіл әдет ғұрыптары мен дәстүрлерінің, тіпті көшпелі өмір салтының жауынгер батырды тәрбиелеуге бағытталған үлкен жүйесі болған қазақ халқы өзінің осы қазақ елінің, Қазақстанның қожайыны екенін ұмытты. Қазақ жастары ана тілі мен туған тарихына мән бермейтін, басқа мемлекетке бір нәрсеге қол жеткізгісі келетін, өз елін менсінбейтін мәңгүрттерге айналды. Қазақстанда қазақ тілін білмей саяси мәнсаптарға қол жеткізу үйреншікті жағдайға айналды. Бұдан не шенеуніктер ұялмайды, не қазақ халқы намыстанбайды. Егер біз ел болып сақталғымыз келсе, ұлан ғайыр жерімізді өз еншімізде қалтырғымыз келсе, ұлттық мақтаныш сезімін қалпына келтіру жөніндегі шараларды жедел түрде күшейту қажет. Қазақ тілі әлемдегі ең қиын, тіпті қазақтардың өздері білмейтін тіл деген қағидадан бас тарту керек. Қазақ тілінің мәртебесін күшпен өсіру қажет. Өйткені 200 жыл бойы қудаланған ана тіліміз қазір өз орнына келу үшін кәдімгідей мемлекет тарапынан көмекті қажет етеді. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күресті де күшейту қажет.
Өйткені бүгін ұсақ түйектерді сатқан шенеунік ертең тиісті бағасын берсең, бүкіл халық пен бүкіл елді сатуға да дайын. Бірақ ұлттық мақтанышты қалпына келтіруді тек қана бір мемлекеттің мойнына ілу дұрыс емес. Әрбір қазақ ең бірінші өзінен бастау керек. Қазақша көбірек сөйлеп, туған елдің тарихына белсенді қызығушылық танытып, балаларының ұлттық тәрбиесін қадағалау керек. Сонда ғана қазіргі жағдайдың жақсы жаққа өзгеретініне сенімді болуға болады. Егер біз қазақтар өз тілімізге, дінімізге, салтымызға, тарихымызға керемет құрмет көрсететін болсақ, сонда Қазақстанның орыс тілді тұрғындары да қазақ халқы туралы пікірлерін өзгертеді. Олар қазақ тілін, қазақ тарихын зерттеп зерделеп, осы мемлекет Қазақстанды құрған қазақ халқына үлкен құрметпен қарайтыны сөзсіз. Сондықтан да өзіміздің ұлттық мақтанышымыздың қалпына келтіру процесін әр қазақтың баласы ең бірінші өзінен бастау керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы бейнероликті көріңіздер, талқылаңыздар, таратыңыздар.